Қандай жағдайда жаттығу жасауға болмайды? Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Спорт, белсенді қимыл қозғалыс бұл энергияның қайнар көзі. Денсаулықты мығым, денені шымыр етудің бірден бір жолы. Сол себепті де онымен күнделікті әр уақытылы шұғылдану маңызды. Алайда, кейде күнделікті жаттығуларды жасамай-ақ қойған дұрыс болатын жағдайлар кездеседі. Егер сіз салауатты өмір салтына жақында ғана көшкен болсаңыз, бұл жағдайлармен таныс болмауыңыз мүмкін. Ендеше, біле жүріңіз, қандай жағдайда ағзаға физикалық күш түсіріп, жаттығу жасауға болмайды. Ұйқы қанбаған немесе қатты шаршап тұрған кезде. Егер түні бойы көз ілмей шықсаңыз, немесе күні бойы тынымсыз жұмыс жасап, қалжырап тұрсаңыз, мұндай жағдайда жаттығудан бас тартқан дұрыс. Ағзаңызды одан ары қинамаңыз. Керісінше, тынығуға, қайта күш жинауға мұрша беріңіз. Себебі, физикалық қозғалыспен қатар ағзаның тынығуы да маңызды. Артық тамақтанған уақытта. Кейде өзім тойсам да көзім тоймадыға салып, артық тамақтанып қоямыз. Ондайда тамағымды сіңірейін деп белсенді қозғалып, тіпті жаттығу жасап кететіндер бар. Бұл ең үлкен қателік. Тым қатты тойып тұрып жаттығу жасасаңыз, ағза ауырлық күшін еселеп сезінеді. Асқазанда қан айналым нашарлап, ас қорыту процесі бұзылады. Нәтижесінде демігу, жүрек айнуы пайда болады. Сондықтан, мұндай күндері кезекті жаттығуды жіберіп, ертең бірақ жалғастырған жөн. Қарын ашып тұрғанда, тым қатты тойып тұрғандағы секілді, жаттығу залына аш қарынға да баруға болмайды. Егер жаттығуға барар уақытыңыз таяп, ал сіздің асқазаныңыз ас сұрап тұрса, фитнес зал орнына асхананы таңдаңыз. Залға жазылған уақытыңыз өтіп кетсе, оқай емес. Келесі жолы алдын ала қамданып, 1 сағат бұрын тамақтанып, уақытылы баруға тырысасыз. Мазаңыз болмаса, ауырып тұрған уақытта ағзаға физикалық күш түсіруге болмайтыны белгілі. Тағы бір жағдай болады. Еш жеріңіз жанға батып ауырмайды. Бірақ, дене қызуыңыз жоғары, мазаңыз жоқ. Өзіңізді жайсыз сезінесіз. Міне, осындай уақытта да залдағы жаттығуды кейінге шегере тұрған дұрыс. Себебі, мұндай жағдайда жасалған жаттығулар әлсіреп тұрған ағзаны стресске ұрындырады. Жарақаттанудың титтей қаупі болса. Кешегі не осының алдындағы жаттығуда пайда болған ауырсынулар әлі де басылмаған болса, спортзалға емес дәрігерге барыңыз. Әсіресе сүйек пен буыныңыз берекені алса, әрбір қозғалған сайын ауырсынуды сезінсеңіз. Ешқашан алдыңғы жаттығудан қалған ауырсыну әсері басылмайынша, келесі күннің жаттығуын жалғастырмаңыз. Себебі, ол жарақат алудың белгісі болуы мүмкін. Егер бәрі дұрыс болса, жаттығуды ары қарай жалғап үлгересіз. Етеккір кезіндегі ауырсыну. Әдетте, әйелдерге етеккір кезінде физикалық белсенділік танытуға тыйым салынбайды. Тек құрсақ бұлшықеттеріне қатты күш түсірмеуге кеңес беріледі. Алайда, егер ауырсыну сезімдері болса, жаттығуды тоқтата тұруға тура келеді. Кофе немесе энергетикалық сусындарды көп ішкен кезде. Қандайда бір жағдай мәжбүрлеп, кофе немесе энергетикалық сусындарды шамадан тыс көп ішкен болсаңыз, одан кейін спортзалға бармағаныңыз дұрыс. Себебі, кофеинді мөлшерден тыс қабылдау ағзаны сусыздандырады. Бүйрекке көп салмақ түсіреді және асқазан қабырғаларын тітіркендіреді. Ондай жағдайдағы физикалық белсенділік жүрекке де үлкен күш түсіріп, ең арысы инсультке себеп болуы мүмкін. Сондықтан, жақын уақытта ағзаңызға көп мөлшердегі кофеин түскен болса, тәуекелге бармаған абзал. Қандайда бір спорт түрі көңіліңізден шықпаса, құрбыларыңызбен бірге барамын деп йогаға барып жүрсіз, бірақ ол сізге ұнамай ма?
аэробикаға жазылып қойғансыз. Алайда, көңіліңіз қарқынды жаттығуларды қалайды ма? Ендеше, дәл қазір тоқтаңыз. Тоқтаңыз да басқа бағытқа қарай бұрылыңыз. Ол өз көңіліңіз қалаған бағыт, яғни спорт түрі болуға тиіс. Онда ғана спортпен айналысу пайдалы әрі жағымды болады. Жоғарыда айтылған жайттар ғана спорт атты серігіңізден сәл де болса ажырай тұруға рұқсат береді. Байқағаныңыздай бұл қатарға жалқаулық кірмеді. Яғни, жалқаулық желкеңізден басып жаншып тұрса да, сілкіп тастап спорт залға қарай жол тартуға тиіссіз деген сөз. Достар, видео ұнаған болса, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.